Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай қысқа арналған компот жабатын боламыз. Менде алма және де жүзім. Өздеріңізде қолда бар жемістерді қолдансаңыздар болады. Қысқа өте дәмді шырын болып шығады. Менде осындай арнайы құрал, жапқыш, осымен жабатын боламын. Банкаларымызды жуып, тазалап, қақпақтарымызды осылай ыстық суға салып қойдым. Банкаларды булап алдым. Таза банкаларымызға осылай жемістерімізді орналастырып шығамыз. Және де үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып 20 минуттай ұстайтын боламыз. 20 минуттан кейін бұл суды төгіп тастаймыз. Міне 20 минут өтті. Суымыз кішкене жылыды. Енді осы суды бөлек ыдысқа төгіп тастаймыз. Бұл су бізге қажет емес. Міне бірінші құйған суымызды төгіп тастадық. Енді екінші құйған суымызға қант салып жабатын боламыз. Менде осында 200 граммдық стакан. Бұдан да көп қант салсаңыздар болады. Себебі қыста ашқан кезінде банкаға шырынға тағы да үстіне су қосып көбейтіп ішсеңіздер болады. Бізде екінші ыстық су. Осылай құйып, қақпағын жауып, арнайы жапқыш құралмен жабатын боламыз. Бірінші банкамызды жауып болдық. Жауып болғаннан кейін міндетті түрде осылай төңкеріп, аударып, құлақтарыңыздың жанына жақындатып, ешқандай дыбыс шығып тұрған жоқ па, ешқандай су ағып тұрған жоқ па тексеріп алыңыздар. Егер де су немесе бір қандай да бір ауа кіріп дыбыс шығып тұрған болса, ол қақпақты алып тастап, қайтадан жабуларыңызға тура келеді. Мінекей, банкамыздың бәрін жауып болдық. Ешқандай бу дыбыс шығып тұрған жоқ, ешқандай су ағып тұрған жоқ. Әлі де компот жауып үлгермесеңіз, осылай жауып алсаңыз болады. Баршаңызға ас болсын.